Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәруменге өте бай әрі өте оңай салат жасаймыз. Видеоны соңына дейін қарап каналымды қолдап қойыңыз, және де тіркелмеген болсаңыз, подписация батырмасын басып, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отыруды да ұмытпаңыздар. Салатымыздың ең басты құрамы тек қана 2 қоспадан тұрады. Бізге қызылша мен алма болса жеткілікті. Қызылшаны пісіріп аламыз, және де алманы осылай жақсылап тазалап алатын боламыз. Қызылшаны да алманы да кезекпен үккіштің көмегімен өткізіп алатын боламыз. Қыздар, қызылша өте дәруменге бай көкөністің бір түрі. Міндетті түрде қызылшаны көбірек қолдануға тырысыңыздар. Қызылшаны кез келген қоспалармен салат етіп жасасаңыздар болады. Каналыма кірсеңіз, 2-3 түрлі тәсілде жасалған салат түрлері де бар осы қызылшадан. Ал мынау біздің ең жеңіл жасалынатын қызылша мен алманы араластырып майонез қосып жасайтын боламыз. Бұл ең оңай 5-ақ минутта дайын болатын түрі. Қызылша мен алманы осылайша үккіштен өткізіп алдық. Келесі кезекте мен сәндік үшін осылай грек жаңғақтарын қолданатын боламын. Майдалап турап аламын, қыздар. Бұл тек қана сәндік үшін, қалауыңызша арасына қоссаңыздар да болады, немесе қоспасаңыз да, барлығы өзіңіздің қалауыңыз бойынша, қыздар. Неге осылай майдалап, жақсылап жаңғақтарды турап алдым. Келесі кезекте салатымызға қажетті мөлшерде майонезін салып, жақсылап араластырамыз. Майонезді қатты аз қосып қоймаңыздар, құрғақ болып қалады, қыздар. Келесі кішкене ғана тұз қостым мен. Тұз қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Неке, қыздар, осымен біздің салатымыз дайын болды. Өте оңай, дәруменге бай салат. Осылайша үстінен мен жаңағы турап алған грек жаңғақтарын сеуіп сәндеп қойдым. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша, қыздар, міндетті түрде күн ара осылай дәруменге бай салат жасап жеуді ұмытпаңыздар. Видеоларымды соңына дейін қарағандарыңызға көп-көп рахмет. Каналымды қолдап, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отыруды да ұмытпаңыздар.